Осы биылғы жыл наурызнама жылы 10 күнге белгіленді. Сол 10 күн аясындағы бүгінгі күн қайырымдылық күніне арналды. 10 күндіктің бір күні. Сол қайырымдылық күнінің мақсатында бізде өз балабақшамыздың аспазшысы Жұмағұлова Лилия Жалғасқызының үйіне қайырымдылық көрсетіп, көпбалалы күміс алқа иесіне балабақшаның атынан көмек көрсетуге келдік. Ал Лилия Жалғасқызы біздің балабақшамыздың атынан биыл наурызнама жылы 10 күндік аясында осы жыл басы жаңа жыл наурыз 10 күнге тойланып жатыр елімізде. Соның бір күндігі қайырымдылық күні, ынтымақ күні деп жатыр. Сондықтан осы қайырымдылық күнде біз өз балабақша ұжымының атынан сізге көпбалалы ана ретінде жаңа күміс алқа иегері деп балабақшаның атынан кішкентай сізге осындай тәттілеріміз бар, сізге және отбасыңызға. Деніңіз сау болсын, батыр ана, асыл ана бола беріңіз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қабыл алыңыз. Бүгін көшпелі болсын осы наурызнама деп осы елімізде осы жылдан бастап наурызнама деп наурыз мерекесі 10 күндік күнде аталып өтейін деп жатыр. Соның 10 күндігінің ішінде осы бір күндігі қасиетті айда қайырымдылық күніне белгіленген екен. Осы қайырымдылық күні қарсаңында бізде осы Қараптақ ауылының Ақбілек балабақшасы ұжымы осы ауылымыздың мешітіне көп келетін қонақтарымыз бар, жолаушыларымыз бар, мұсафир жандарымыз бар. Осы жерде келіп қоныстанып бір күн бір түн отыратын қонақтар болады, соларға деп және де осы жерде 5 уақыт намаз оқып алланың жолында жүрген үлкен ағаларымыз бар. Солардың құрметіне, осы мешіттің құрметіне Алланың көзі түзу болсын, бізге деген шапағатшы болсын деп ұжымның атынан осы қайырымдылық күні қарсаңында осындай орамалымыз бар.